Алтын күз. Ертеде аң патшасы арыстан ормандағы барлық аңдарды жинап, оларға алтын күз деген не деп сұрақ қойды. Аю: алтын күз деген қысқы ұйқыға дайындық. Қасқыр: алтын күз деген кең даладағы салқын самал. Жолбарыс: алтын күз деген ағаш жапырақтарының алтын түске бояу. Түлкі: алтын күз деген ақ ұлпа қарлы қысқа дайындық. Арыстан: ал сен неге үндемейсің, сұқ қоян? Алтын күз деген не? Қоян: тақсыр, алтын күз деген осы айтылғандардың бәрі. Бұл жауаптар арыстанға ұнады. Осымен ертегі аяқталды. Зейін қойып тыңдағаныңызға рахмет.